Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 9 сынып химия 1-90 БЖБ 2 жауаптарымен бөлісетін боламын. Тақырыбымыз биорганикалық қосылыстардың сапалық талдауы бөлімі бойынша. Енді бірінші тапсырмадан бастайық. Литий, натрий, калий, темір 2+, темір 3+, және купрум 2+ катиондардың жалын түстерін ажырата отырып, кестеге қарай толтыр дейді. Және қай элементке сәйкес келетінін кестеге толтырып жазатын боламыз. Яғни бірнеше катиондар берілген. Катиондар всегда бізде плюсті көрсетеді, плюс ионын көрсетеді. Литийден бастайық. Литий карминді қызыл болып саналады. Натрий плюс сары, калий плюс күлгін. Мыс 2+ға, яғни гидроксидін алған кезде көк тұнба болады. Темір 2+-тің гидроксидінде жасыл тұнба, темір 3+ гидроксидінде қоңыр түсті тұнбаға айналады екен. Енді екінші тапсырмада бізде реакция теңдеулері берілген, осыны дұрыс аяқтау қажет. Ең бірінші реакцияны жазып болғаннан кейін міндетті түрде теңестіруді ұмытпаймыз. 2 калий OH қосылған темір SO4, калий 2 SO4 плюс темір OH 2. Екіншіде темір хлор 2, 3 натрий OH, темір OH 3, 3 натрий хлор. Үшінші реакцияда мыс купрум хлор 2, 2 натрий OH, купрум OH 2 плюс 2 натрий хлор. Енді номер 2-де бізде темір 2+-тің гидроксидінде тұнбаға түседі гидроксиді, яғни жасыл болады. Темір 3+-та феррум OH 3 тұнба қоңыр түсті болады. Мыс 2+-те OH-, яғни мыстың гидроксидінде бізде көк тұнбаға айналады екен. Енді келесі бізде үшінші тапсырмада есеп берілген. Бұл есепте масса алюминий 5,4 грамм берілген, масса күкірт бізде 5,76 грамм берілген. Табу керек масса алюминий сульфиді, яғни алюминий 2S3-тің массасын табу қажетпіз. Шешуі бойынша жазатын болсақ, ең алдымен реакция теңдеуін құрастырып, теңестіріп аламыз. Сосын жоғарғы бөлігіне не берілген, соны жазып шығамыз. 5,14 бізде алюминий, 5,76 грамм күкірт. Енді астыңғы бөлігіндегі сандары қайдан шықты дейтін болсаңыздар, бұл сол элементтің немесе сол формуланың мрі болып саналады. Яғни 2-ні 27-ге көбейткенде 54 шығады, 3-ті 32-ге көбейткен кезде 96 грамм шығады. Ал 150-де біз жаңағы 54-ге 96-ны қосатын боламыз. Енді біз бұл жерде массалары берілгендіктен, бұл жерде біз зат мөлшерін тауып аламыз. Зат мөлшерін жеке-жеке тауып аламыз, яғни алюминийді және күкіртті жеке-жеке тауып алып, қайсысы аз, сол бойынша жұмыс жасайтын боламыз. 5,14-ті 54-ке бөлген кезде 0,1 болады. Мына жерде кішкене қателік кетіпті. Төбесінде, яғни зат мөлшері тең 5,14, астында 54 болады. 0,1 болады. Зат мөлшері 5,76, 96-ға бөлген кезде 0,06 мол болады. Яғни демек бізде алюминийдің зат мөлшері үлкен болып тұр. Біз алюминийді алмаймыз, біз күкіртті алатын боламыз. Енді пропорция құрамыз. Пропорция құру үшін 5,76-ны көбейтеміз 150-ге, бөлеміз 96-ға. Жауабы 3 грамм шығады. Есептің жауабы алюминий сульфиді 3 грамм. Осымен біздің тапсырмаларымыздың орындалу уақыты аяқталды. Егер видео ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де қазақша YouTube арнаның дамуына үлес қосып, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп, комментарий бөліміне сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады.